Бүгін 4 мамыр 2023 жылы Түркістан облысы аумағында желдің ұйытқуы 26 метр секундқа орташа деңгейде жетіп, ал таулы аудандарда 30 метр секундқа дейін жетуде. Осының салдарынан қазіргі таңда Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің ғимаратында тиісті құзырлы мекемелердің мамандарын қатыстыра отырып, шұғыл жедел штаб жұмыс жалғастыруда. Қазіргі түсіп отырған ақпараттарға сай, бірінші Кентау қаласындағы политехникалық колледждің 700 шаршы метр шатыры ұшқан. Осының салдарынан көршілес орналасқан тұрғын үйлердің шатыры және қоршаулары зақымданып отыр. Сонымен қатар 11-лер шамасында осы Кентау қаласында орналасқан Қазақтелекомның ғимаратының толықтай 450 метр шаршы шатыры желден ұшып отыр. Сонымен қатар қатты желдің салдарынан жалпы облыс аумағында 14.612 абонентте электр жарығы сөнген болатын. Қазіргі 14 сағат 30 минуттағы жағдай бойынша 2900 абонентке электр жарығы қайта қосылып отыр. Жалпы қайта қалпына келтіру жұмыстарына электр желілері мекемелерінен 8 бригада, атап айтқанда 15 техника мен 26 қызметкер жұмылдырылып жұмыс жүргізуде. Жалпы бүгін 4-ші, 5-ші және 6-ші мамыр күндері облыс аумағында қатты желдің қарқыны сақталады. Жалпы орта есеппен 25-27 метр секундқа дейін жетеді. Ал таулы аудандарда 30 метрден секундқа жетіп, және одан да жоғары болуы мүмкін. Осыған байланысты бүгінгі таңда Кентауда қалыптасқан жағдайға байланысты бастауыш сынып оқушыларына сабақ жүргізіліп жатқан жоқ. Сонымен қатар алдағы уақытта төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында тұрғындарды және Түркістан облысы қонақтарын ұшуы мүмкін, құлауы мүмкін және жел салдарынан зақымдануы мүмкін заттардан, ғимараттардан алыс жүруді, мүмкіндігінше егер қатты бір қажеттілік болмай тұрса, балаларды үйден шығармауға және де өздеріне де қажеттіліксіз сыртқа шықпауын сұранар едік. Сонымен қатар қандай да бір қауіп төніп тұрған ғимараттардың шатырларынан, болмаса құлағалы тұрған қандай да бір заттарды, адам өміріне қауіп төнетін заттарды көрген жағдайда шұғыл түрде 112 немесе 101 желілері арқылы төтенше жағдайлар департаментіне хабар беруін сұранар едік.